Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып пісетін балалардың сүйікті пирогы радуга пирогымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыздың үстіне 300 грамм қантымызды жақсылап тұрып араластырып, яғни миксердің көмегімен ақ түске енгенше көпіртіп жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейінгі сәтте бөлме температурасындағы тұрған 100 грамм сары майымызды араластыратын боламыз. Ал одан кейінгі кезекте 200 грамм қаймақ, яғни 15 немесе 20% қаймақты салып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте бізге қажет болады 250 грамм ұн қажет болады, және де бір шай қасық ас содасы қажет болады. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Және де мен арнайы балаларға сары түсті және қызыл және какао қосылған осындай түстермен, 4 түрлі түспен осындай радуга пирогын жасадым. Сіздер де өз қалаған түстеріңізде жасап алсаңыздар болады. Немесе ақ пен қара түсте какаомен жасасаңыздар да кәдімгі зебра пирогын. Тура осылай бірінің үстіне бірін құйып, зубочисткінің көмегімен осылайынан өрнек салып, жақсылап бетіне сәндеп шығатын боламыз. Яғни балаларға жақсы көңіл күйде, әртүрлі түсте болғаны жақсы. 180 градуста қызып тұрған пешімізді пісіріп аламыз. Мінекей арасын зубочисткімен тексерсеңіздер, яғни пирогымыз құрғақ болып шығу керек. Ортасы құрғақ болып шыққан кезде біздің пирогымыз толық пісті деген сөз. Мінекей балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.